Әдебиеттік оқу. 4-ші сынып, 4-ші бөлім. Қоршаған ортаны қорғау. Сабақтың тақырыбы ит адамның досы. Бастауыш сынып мұғалімі Искакова Орынша Абдималиковна. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылар түгендеп, назарын сабаққа аудару. Психологиялық орта қалыптастыру. Қуанамын мен де, қуанасың сен де. Қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Үй тапсырмасын тексеру. Критерий. Талдау жұмысын жүргізу. Дескриптор. Толық ойын жазады. 3 балл. Балалар бүгін үй тапсырмасын 3-2-1 әдісі бойынша жұмыс жүргіземіз. Үйден өзіңнен баста тақырыбында қысқаша жазып келген ойларыңнан 3 сөз, 2 сөз тіркесін, 1 сөйлем жазасыңдар. Миға шабуыл әдісі арқылы ашық сұрақтар қойылады. Итім болса шіркін өлеңдегі баланың ойы қандай? Итім болса шіркін, мен оны жақсы көріп өсірер едім. Итім жоқ болғанына реніш білдіремін. Итім болса азығын беріп, оны мақтаныш көрер едім. Қазір болмаса, уақыт өте келе итім болатынына өз-өзіме сенімдімін. Көптен күтіп жүрген итіме сағынышымды жеткіземін. Балалар, өздерің қай жануарды асырағың келеді? Неліктен? Критерий. Тақырыпқа байланысты сұрақтармен жұмыс жүргізу. Дескриптор. Баланың ойын түсіндіреді. 1 балл. Өз ойын жүйелі жеткізе алады. 1 балл. Балалар, Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесіңдер? Балапан торғай, сол бір сапар, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа. Дұрыс айтасыңдар балалар, менің атым Қожа шығармасымен танысқанбыз. Ал бүгінгі тақырыбымыз ит адамның досы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Саралау. Тапсырма тәсілі. 1-ші тапсырма жүгіртіп оқу әдісі. Бүгін біз сендермен көшер кезде мәтінін түсініп оқимыз. Бұл мәтінде кездесетін жаңа сөздер середей, сорайған, ұзарған, басына күн туған, қиыншылыққа тап болған. Критерий. Шығармамен жұмыс жүргізу. Дескриптор. Шығармаға көзқарасын білдіреді. 1 балл. Өмірмен байланыстырады. 1 балл. Жазушы майлыаяқты қалай суреттеген? Мәтінді оққанда қандай сезімде болдың? Әбекеңнің қолында қалған майлыаяқтың тағдыры қалай болғанын қысқаша өз ойыңмен айт. Ит иесінің орнында болсаң, майлы аяқты тастап кетер ме едің? Есіңе түсір. Мінездеу. Көркем шығармада кейіпкердің мінез құлқын, сенім нанымын, көзқарасын, көңіл күйін суреттеу. Мінездеу сол кейіпкердің жағымды, жағымсыз әрекеттері, сөйлеу мәдениеті, үлгі боларлық қылықтары арқылы көрінеді. Мәтіндегі бір кейіпкердің іс-әрекетін сипатта. Зағипа, Еркін, Әбеке, Майлыаяқ. Білгенге маржан, 7 қазына. Қазақтың дәстүрлі дүниетанымдағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. 7 қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қанды ауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік жатады. 2-ші тапсырма. Т кестесі әдісі бойынша жұмыс жүргізуге тапсырма беріледі. Критерий. Өзге шығармамен салыстыру. Дескриптор. Шығарманы басқа шығармамен салыстырады. 1 балл. Ұқсастығын табады. 1 балл. Нақты дәлел келтіреді. 1 балл. Кері байланыс жүргізу. Ең бір әдемі сөйлем құра әдісі арқылы бүгінгі сабағымызға кері байланыс жүргізейік. Ит адамның адал досы. Ит 7 қазынаның бірі. Итті иесімен қина.
Үйге тапсырма. Ит туралы қызық оқиға білсең, әңгімелеуге дайындал. Мақал мәтелге қатысты қақпаға ілінетін жарнама сөз дайындап жаз. Ит қаппайды деме, ат теппейді деме. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.